мысықтың етін жеп өскен тышқандар мысықты жеп болған соң балаларға қол соза бастады. Ауылдағы балалардың ешқайсының құлағы бүтін емес. Бұл жердегі тышқандардың көбеюінің себебі бақсының қарғысы. 3 жыл бұрын ауылда алапес ауруы басталып, ауыл бастығы ауруларды аяусыз тау жаққа айдап, өздерін қалтырды. Бұл ауыл адамдарының аянышты екенін көрген бақсы оларды таудағы жаңа ауылға жетеледі. Кейін соғыстан зардап шеккен Жүнбас ауыл адамдарын тауға апарады. Ауыл бастығына тап болған бақсы оларды қабылдаудан бас тартады. Мұны көрген Жүнбас әдейі бір баланы шымшып жылатып жіберді. Әлбетте, баланың жылағанын естіген бақсы ақыры оларды қабылдады. Бірақ Жүнбастың арам ойы қайтпайтыны ойына да келмепті. Ол жайғасып болған соң бірден су ішкен құдығына түкіргендей, ауыл адамдарымен бірге бақсы мен ауруларды байлап, ағаш қораға қамап тастады. Жарты айдан кейін қораның есігін қайта ашқанда, алдарындағы көріністен шошығаннан тұрып қалды. Барлық алапестер өліп, тек кейбір тышқан жеген қолдар ғана қалған, ал бақсы болса тышқан етін жеп аман қалыпты. Тірі қалған соң алдындағы қарақшыларға ең зұлым қарғыс жаудырды. Бақсы олардың барлығын бір күнде сырттан келген қонақ өлтіреді деп қарғайды. 진짜 손님이 온다. 달이 없는 밤과 해가 없는 날. 단 하루 동안에 모두들 흉측하게 죽을 것이다. Мұны естіген Жүнбас ашуланып, үрейленіп, бақсыны қораға қамап, тірідей өртеп жібереді. Содан бері қарғыс ауыл тұрғындарының көкірегіне жебедей қадалып, сырттан келген қонақтардан қатты қорқады. Бірақ сақ болғанымен іс қарғысқа қарай дамып бара жатқандай. Біріншіден, бақсы өлгеннен кейін ауылда тышқан індеті басталып, Жүнбас пен баласы неше түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып көргеннен еш нәтиже шықпады. Олар одан ары көбейіп кетті. Мысық жеп қана қоймай, адамды да талады. Бәрі қорқынышта өмір сүрді. Күннің күні бір әкелі бала ауылға келді. Ол Мәкен деген ақсақ музыкант болатын. Ұлының өкпесі ауырғандықтан, оны Сеулге дәрігерге апаруды жоспарлаған, бірақ ол жүре алмай қалды. Ауылдың жанынан өтіп бара жатып, Мәкен Жүнбастан түнде қалуға рұқсат беруін өтінді. Бірақ қонақтарға қарап, ауыл адамдарының бәрі қорқып кетті. Жүнбас әрине жоқ деді. Бірақ көп ұзамай олар өз ойларын өзгертті. Өйткені олар Мәкеннің ұлынан тышқандарды құрталатынын білді. Бұл ауыл үшін керемет іс еді. Сондықтан бәрі қарғысқа мән бермей, оны қалдырды. Жүнбаста Мәкенге тышқан мәселесінен құтылса, сиыр ретінде сиыр беретінін айтып мақтанды. Жейтін тышқандарды жою үшін Мәкен тышқан ұнататын ұнтақты жолға және үңгірден ауылға дейін шашады. Барлық жолдар негізгі жолға қосылып, жол желісін құрайды. Осылайша тышқандар ұнайтын дәрінің ізімен үңгірге дейін жүреді. Содан кейін үңгірдің кіреберісін тастармен жауып тастаса, бәрін бір уақытта құртуға болады. Бірақ мәселе тышқанды ұядан қалай шығаруға болады? Бұл ұнтақтың тағы біріне байланысты. Бұл ұнтақтың иісі тышқандардың ең жек көретіні. Мәкен алдымен тау басына от жағып, оған тышқанды қуатын ұнтақты шашып жіберді. Ұнтақ араласқан түтін желмен ауылдың әр бұрышына ұшып кетті. Содан кейін Мәкен сиқырлы флейтаны үрлеп, тышқанды бір түрлі тілмен шақырды. Ауыл тұрғындарын 95 маскасын киіп күтеді. Бәрі де бұл қонақтың тышқаннан құтылу мүмкіндігін білгісі келеді. Көп ұзамай тышқандар іс жүзінде қуылды. Алдымен бірнеше, содан кейін топ, содан кейін барлық тышқандар қаша бастады. Олар ұнтақ бойымен қашып көп ұзамай бүкіл жолды тығыз жауып тастады. Алдарындағы көріністі көрген ауыл тұрғындары аң-таң болды. Тышқандардың көптігі сонша, тышқандар флейта дыбысымен ұшқан толқын сияқты Мәкен салған тұзаққа қарай жүгірді. Мәкен тышқан қашып кетпес үшін ұнтағын алып үңгірдің кіреберісіне қарай жүгірді. Ақсақ байқұс аяғын қайырып алды. Осы істе ол ұлының кішкентай бейнесін көрді. Баласы мұны баяғыда ойлап, жолдың айырын қоршаумен жауып тастаған. Бірақ тышқандар тым көп, оның жұқа денесі оған мүлдем қарсы тұра алмады. Бір тышқан тіпті оның қолына шығып алған. Осы кезде Мәкен жетіп, әкесі мен баласының бірлескен күші ақыры барлық тышқандарды үңгірге кіргізіп жіберді. Ақырында Мәкен бар күшімен тасты итеріп үңгірді жауып тастайды. Осылайша барлық тышқандар үңгірге мөрленіп, енді ауылға шыға алмады. Осы оқиғаны басынан өткергеннен кейін Мәкен әп-сәтте ауылда қаһарман атанды. Тіпті оған өтіп бара жатқан жесірлер де тамсанды. Кешке барлығы да мерекелік дастархан жайып, Мәкен мен оның ұлы да банкеттің басты кейіпкерлеріне айналды. Бірақ олар байқамағаны, шет жақтағы Жүнбас осының бәріне салқын көзбен қарап отыр. Осы шалғай алқапта елге патша болып үйреніп қалған. Басқалардың өз беделінен асып кетуіне қалай шыдайды? Ең бастысы, ол жүрегіндегі қарғысты ұмытқан жоқ. Сондықтан Мәкен мен ұлы өлуі керек. Бірінші қадам Мәкенге сенетін барлық адамдардың ойын бұзу. Сондықтан ол ұлымен бірге барлығына Мәкеннің шын мәнінде соғыстыңшысы екенін айтты, және оның қолында дәлелдер бар. Түтін жауға берген белгі болуы мүмкін деді. Ал тыңшыны жасыру өлім жазасына кесілген. Мұны естіген ауыл тұрғындары қатты қорқып, Мәкен мен ұлын тезірек қуып шығу керектігін айтты. Бұл кезде Мәкен ертең жесір әйелді алып бірге кетуді жоспарлап қойған еді. Бірақ ол кетер алдында Жүнбастан ақша сұрауды ойлады.
Ұлын қарату үшін де ақша керек. Содан кейін Мәкен Жүнбасқа келді. Бірақ ол бәрінің оны жейтін сияқты қарап тұрғанын байқамады. Осы кезде Жүнбас бір шоқ ақша шығарып, Мәкеннің алдына тастады. Мәкен риза болып, қолын соза салысымен екі саусағын Жүнбастың баласы шауып тастады. Сосын сумкасын алып, ондағы бар нәрсені төгіп, барлығына ағылшын тілінде жазылған жазбаны көрсетті. Бұл тыңшының айғағы. Бұл Мәкеннің жауға берген ақпараты болуы керек дей түсті. Бұл жолы ауыл адамдары одан да бетер сенді. Мәкенді жұдырықтасып тепкілейді. Бірақ жазбада жазылғанын тек Мәкен ұлын апаратын аурухананың мекен-жайы екенін білмейді. Осы кезде біреу шетте тұрған жесір әйелді көреді. Өзін қорғау үшін Мәкенді тыңшы деп айыптап, ол мені онымен бірге қашуға азғырды дейді. Содан бұрылып кетіп қалды. Бірақ келесі секундта қанға боялып, ішіне пышақ қадалған ол шықты. Сосын бірдеңе деп күбірледі. 밤엔 달이 없는 하루 사이에 아이들은 살까 죽을까. 온다! 손님이! Бұл бақсының қарғысы, ал қонақ Мәкен болуы мүмкін бе? Ауыл тұрғындары шошып кетті. Негізі Жүнбас Мәкен мен оның ұлын өлтірмекші еді. Бірақ ауыл тұрғындарының жүрегіндегі бейнесін ескеріп, ол тек әкесі мен баласын ауылдан қуып жіберді. Бірақ олар күрішті жасырын улап, содан кейін оны Мәкеннің сөмкесіне салады. Жолда Мәкен әлсіздігінен ұйықтап қалады. Ал баласы күрішті жейді. Өйткені ол тым аш еді. Бірақ бірнеше қадамнан кейін ол қан құсып жерге құлады. Ұлының өлімі Мәкенді мүлде күйретті. Ол өзінің ұлы үшін кек алуға ант етті. Олар тышқандардан қорқатын еді ғой. Мен тышқандарды қуып жібере алсам, оларды әрине қайта шақыра аламын. Алақанын өзі кесіп тастап, содан кейін келісім шартқа отыру үшін оны адам жейтін тышқанға берді. Егер тышқандар оған кек алуға көмектесе алса, ол өз денесін құрбан етуге дайын. Содан кейін ол ұлының денесін өртеп жіберіп, оған тышқандарды қуатын ұнтақ себет, денесіне қалған ұнтақты сеуіп алады. Осының бәрін істегеннен кейін ол сиқырлы флейтада ойнап, жол бойы қанды басшылыққа алып, ауылға сансыз тышқандарды әкелді. Осы кезде бүкіл ауылды тұман басқан. Тышқанды қуатын ұнтақтың мұндай түрі адам баласына гипноздық әсер ететіндіктен ауыл тұрғындары қатты ұйықтап жатыр. Олар оянып көрпесін ашқанда көрген аяқтарын тышқандар тап-таза қылып жеп қойған. Жүнбастың баласы да сыбырлаған дыбыстан оянады. Ол тұрып, айналаны тышқандар қоршап алғанын көрді. Қорқып кеткені сонша торға тез тығылды. Бірақ абайсызда құлап, есікті ашып тастайды. Бұны көрген тышқандар бірден алға ұмтылды. Осы кезде Жүнбас та оянып кетті. Ол баласының атын атады. Бірақ әр қадамында тышқан тұрып еді. Ол асығыс бөлмеге қайта кіріп, шкафты ашып, ішінен әскери киімін тапты. Жапонияға тыңшы болған Жүнбас екен. Сатқын Жүнбас қылышын ұстап жүгіріп шықты. Түтіннен шыққан Мәкенді көргенде не болып жатқанын ақыры түсінгендей. 다시 왔구만요, 촌장님. 주새끼 못 줄었다고. 그래서 지가 주새끼도 도로 갖다 놨구만요. 이제 대아집 가서 사람을 탈을수. 사람을? Алдында тығыз үйілген тышқандар, ал артында кек алуға келген Мәкен болды. Жүнбас қорқып, әткеншекке көтерілді. Бірақ оның баласы әткеншектің арқанын қиып қойған еді. Ол бастапқыда Мәкеннің ұлына қастандық жасағысы келген. Бірақ күтпеген жерден Жүнбас қастандықтың құрбанына айналды. Тышқандар әп-сәтте жұтып қойды. Көп ұзамай жерде қанның ізі ғана қалды. Таң атқаннан кейін тірі қалған балалардың кейбірі ата-анасын таба алмай жылап кетті. Осы кезде таныс флейта қайтадан естіліп, Мәкен кулон болып киінген. Балалар ауылда той болады деп аңғал ойланып, барлығы Мәкеннің соңынан қуанып, үңгірге дейін жүрді. Бір сәби мені түсінгендей болды, жылай бастады. Бірақ Мәкеннің күлімдеген жүзіне қарап, ағасы ақыры оны үңгірге апарды. Артынша Мәкен үңгірдің кіреберісін толығымен жапты. Ол ауылдағылардың барлығын кешіргісі келмеді.